Барлықтарыңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Не өзгеріс, не жаңалық болып жатыр сіздерде? Умайға қатысуға үлгерсем екен деп отырмын дейді. Как раз бізде қазір эфир осы Умай жайында болатын болады. Сіздерге массаж үйретеді ма дейді. Кім үйретеді массаж? Біз массаж жасамаймыз. Диана, сенің бар болғаныңа, жас болсаң да санамызды ашып жатқаныңа мың алғыс дейді. Сіздерге рахмет. Түсініп атқандарыңызға, сіңіріп жатқандарыңызға. X проектта Гүлдана ханымнан өттім Талдыкурганнан дейді. Күшті. Мен жазылдым Умайға дейді. Маған жауап берілмеді почему-то дейді. Умайға жазып беріңіз, группа этот WhatsApp-қа. Так, достар, қазір мен Умай жобасы туралы айтатын боламын. Бұл жоба әйелдерге арналған жоба. Қалыс қалай әйгерім? Так, мен қазір комментарияны өшіре салайыншы. А то шатасып кетем. Әйелдерге арналған жоба. Бұл жобаны бізге біз майда неде болдық қой, Балида болдық қой. Сол Балидан қайтып келе жатқан кезде мен самолетта ұйықтап кетіп, сол уақытта түсімде көрген болатынмын. Сол уақытта маған айтқан, осылай мартта жаңағы әйелдер күніне орай осындай жоба жасайсың. Бұл жерде жаңағындай әйелдік негіз туралы ақпараттар айтылатын болады деп түсімде көрген болатынмын. Менің самолетта қасымда азамат отырды. Прям сразу азаматқа айттым, осындай түс көрдім, осылай жасалу керек. Потому что мен көрген нәрсемді, алған информацияны бірден шығармасам, ұмытып қалам ғой. Сол себептен солай азаматқа айтып қойған болатынмын. Вот наурыз айы, жалпы февральдың басынан бастап осы жобаның энергетикалық полясына толықтай кірдім. Басында менің қасымда египеттік жрицалар, богинялар жүрді да. Мен ойладым, что осы курс сол египетский богинялардың энергиясына жасалынады деп. Бірақ біздің командада бір қыз, Жазира, ол Индияға барып келді да. Ол жерге мен де баруым керек болған. Мен деген қырсығып бармай қалдым. Сол үшін наказание алдым. Оның өзі үлкен тема. Сол Жазира барған кезде ол сол жерден энергетикалық тұрғыда сол курстың основасын физикалық әлемге жүктеп алып келген болатын. Және сол Индияда жүрген кезде маған египетский емес, жаңағы үнді құдайлары келе бастады. Үнді құдайлары келіп маған әртүрлі ақпараттарды көрсетті. Мен просто үйде жатқам, бір моментте мен теламнан шыққан кезде или жоғарыға бару керек кезде менің телом осылай волна болып бастайды. Ішім бәрімде волна болып бастайды, потом фук етіп көтеріліп кетем. То же самое жаңағыда үйде жатқан кезде сондай волна басталды. Телефон шықып жатқам, телефон бәрін қойдым да. Мен шақырып жатыр дедім да, жоғары жаққа көтерілдім. Сол көтерілген кезде маған өте қызық ақпараттарды көрсетті. Яғни әйелдік энергия туралы. Бізде осы Умай жобасы таза ченнелинг сияқты өтеді. Ол жерде алынған ақпараттардың 90% толықтай жоғарғы әлемнен алынған ақпараттар болады. Сол сәтте мен жоғарыға көтерілген кезде әйел адамның, қыздың жалпы дүниеге келуінен бастап оның өмірінің соңына дейінгі болатын процесстар, 38 цикл болды жалпы адамның өмірінде. Сол циклдар туралы көрген кезде мен в шоке болдым. Қалай патриархат дәуірінде барлығын өзгертіп тастағанын көріп біраз таң қалдым. Әйел адамның энергетикасы туралы, жалпы әйел адамның полясы туралы білген кезде өзімнің жерге әйел адам болып келгеніме, осындай физикалық денеде келгеніме прям өте қатты қуандым. Сол ақпар, мен оны жоғарғыда где-то 2 сағат болдым. 2 сағат кезінде мен есімде қалған ақпараттардың барлығын бірден жазып алдым. Содан кейін менде ощущение болды. Мен просто әйел болып келдім. Мен дүниеге келгенімнің өзі
жер үшін өте үлкен көмек әйел денесінде. И маған не надо пахать, не надо жаңағындай біреудің көңіліне шығуға, жаңағындай бытовухаға кіруге. Мен просто бар болғаным үшін құндымын. Мен просто әйел болғаным үшін құндымын деген сондай бір өте қатты мындай бір озарение келді. И менде охота было прям далаға шығып, мен әйелмін деп айғайлауға, прям жан тәніммен әйел болып келгенім үшін қатты қуандым сол моментте, сол ақпараттарды көрген кезде. Жалпы ол жақта бұрынғы кезде әйел адамдарды өте қатты құрметтеген, потому что әйел адамның денесі бұл екі әлемге портал. Яғни жоғарғы әлемге және осы физикалық әлемнің ортасындағы қақпа бұл біздің физикалық денеміз, яғни бұл біздің жатырымыз, әйелдік энергиямыз, әйелдік күшіміз. Егер әйел адам болмаса, жер көгермейді, көктемейді, адамдар, яғни жандар жерге келе алмайды. Жандар ондай облик болып тұрады ғой, олар физикалық әлемде тула алмайды да, әйелдің энергиясы болмаса. Ол жерде әрине еркектің де несі бар, күші бар, бірақ та 70-30 деп айтатын едім. 30% ер адамның күші ықпалы болады, ал 70% бұл әйел адамның ықпалынан осы портал дүниеге келеді. Яғни біздің барлығымызда, әйел адамдарда бір жоғарғы әлеммен байланыстыратын күш бар. Бізде интуиция, яғни жоғарғы сана, жоғарғы чакралар жақсы жұмыс жасайды, ал ер адамдарда төменгі чакралар жақсы жұмыс жасайды. И екеуі бір-біріне баланс болады да, прямандай бір пазл құрастырылады. Бірақ кезінде матриархат дәуірі болды, я. Матриархат дәуірі болған кезде ол жерде әйелдер өте көп болды да, ер адамдарды әртүрлі қорлау, ер адамдарға құл сияқты қарадық, я. Олна бір кинолар бар ғой, ескі дәуірде. Әйелдер отырады, еркектер алдына келіп бағынышты болады, оларға жалынады деген сияқты. Сондай бір матриархаттық дүниелерден өттік. И біз ойладық, что матриархат кезінде еркектік энергия искажаться етілді, ал кейін патриархат мен қатып жатырмын ғой, ал на самом деле наоборот болған екен. Бізде матриархат кезінде еркектік энергия емес, әйелдік энергия өзгеріске түскен, яғни искажаться етілген. Ал қазір патриархат дәуірінде өмір сүріп жатырмыз ғой, сол патриархат дәуірінде еркектік энергия искажация етілген. Яғни бұрында баланста болған кездерінде әйел адамдардың энергетикасын, жалпы әйел адамдарды өте қатты құрметтеген. Бізде қазір патриархат дәуірінде ер адам дүниеге келсе, той жасайды, оған қуанады, әйел адамдарды қатты маңызды емес санайды, я. И бір отбасыда ұл жоқ болса бітті, сол отбасыда катастрофа, сол отбасыда неше түрлі жаңағындай қиындықтар болып, әйелдер мен күйеулері ұрысып, бір ұл баланың дүниеге келмегені үшін. Сондай заманнан өттіге, ал бұрында наоборот болған екен. Қыз баласы жоқ семья, ол типа құдайдан қарғысқа ұшыраған семья деп саналған. И қыз баласы көп семьяда, анау дінде де айтады, 3 қызы бар адам жаңағы жұмаққа кіреді деп. Яғни қыз баласы көп семьяны құдай оларға жаңағындай алғысын білдіріп жатыр, ризашылығын білдіріп жатыр деп санаған екен бұрында. Және қыз туылғаннан бастап ол қызға құрмет танытатын болған. Ол қыздың просто әйел болып, қыз болып дүниеге келген үшін құрмет танытатын болған. Және өте үлкен жаңағыдай той сияқты дүниелер жасайтын болған. Одан кейін әйел адамның етеккірі келген кезде неше түрлі церемониялар жасалатын болған. Қандай церемониялар жасалатындығы, не үшін ондай церемония жасалатындығы жайында мен осы Умай жобасында айтатын боламын. Одан кейін әйел адам, қыз өседі, и тұрмысқа шығатын кезде оның жалпы бұрында тұрмысқа ерте берген 12-13 жастан, потому что қыздардың жаңағы етеккірі сол уақытта келеді, и сол уақытта жаңағы адамдар ұлы бар отбасы сол қызды алу керек болған, потому что сол жерде енді етеккірі алғашқы келген кезде қыз балада өте қатты үлкен порталдар ашылатын болған. И сол үшін олар етеккірі келе салысымен әйелдікке алғысы келген қыздарды. Сол үшін ерте үйлендірген. И алғаш етеккірі келген кезде қандай порталдар ашылатындығы, физикалық тәнінде қыздардың не болатындығы жайында сол Умай жобасында айтатын боламын. Одан кейін қыз тұрмысқа шығады, тұрмысқа шыққан кезде тоже өте үлкен құрметтер көрген, және әйел адамның ішкі әлемі қазіргіден мүлдем бөлек болған.
Ал қазіргі кезде бізде патриархат дәуірінде әйел адамдардың энергиясын барлығын полностью искажать етіп тастаған, и әйел адамды мынандай жанып тұрған бұл энергия, тірі энергияны апарғанда бытқа тығып қойған. Тамақ жасау, ыдыс жуу, бүйту сөйту, бала туу, оны оқыту, одан кейін оны асырау, әйел адамның өзінің ішкі әлеміне, өзінің мынау Құдайдан келген портал екенін ұмыттырып тастаған. Және еркектерге көбірек акцент бергенде, еркек еркін жүру керек, еркек күшті болу керек, ал әйел адамды полностью бытқа тығып тастауы бұл өте үлкен жаңағында не болған, жоспар болған. Яғни әйелдік энергияны сындыру үшін. Енді біз қазір сол әйелдік болмысымызды еске түсіріп жатырмыз. Яғни о бастағы женское началоға оралып жатырмыз. И ояну барысындағы адамдарда бұл дүние өздігінен ДНК-да ашылып жатыр. Мен до этого бұндай ақпараттарды білген жоқпын. Және менде әйелдік энергияның женское началоға оралған тұсын вообще не в тему, мен косметологта жатқан уақытта болған. Косметологта маска мен жатырмын, и бір кезде опять менде дене осылай басталады да, и ұшып кетем, и бір жерге барам, и ана жерге барған кезде менің денемде полный біріндай мурашки жүріп, загрузкалар болған етін. И мен сол кезде жылағанымды айта алмаймын. Мен вот осы жерге келдім наконец-то, осы жерге жеттім деген сондай бір состояниемен, аж прям айтсам, қазір мен жылағым келіп отыр. Наконец-то я это сделала деген сондай бір состояние болды. И мен прям қуаныштан тоқтамай жылаған едім сол сәтте. И мен оның не екенін түсінген жоқпын. Одан кейін барып, бұл нәрсе женское началоға оралдым деген нәрсе екенін түсінген кезде, сол нәрсені істегенім үшін, сол нәрсеге жеткенім үшін мен прям өзімді қатты жақсы көріп кеттім. И содан бастап кішкене менде физикалық әлемде өзгерістер бола бастады. О бастағы женское началоға мен әлі полностью о жаққа, менде менталды әлемде болды ғой бірінші қосылу, енді физикалық әлемде потихоньку болатын болады. И осы болып жатыр қазір. И осы Умай жобасында сол женское началоның полясы жұмыс жасайтын болады. Бұл қазір енді тақырыпты түсінбейтін адамдарға бір түсініксіз, не айтып жатыр деген болуы мүмкін. Бірақ түсінетін адамдарға прям өте үлкен мүмкіндік. Яғни мен солай женское началоға былай есік ашалдым да, енді сол есікті өзге әйелдерге көрсетіп, өзге әйелдерді сол есіктен өткізетін болам. Яғни бұл есіктен өткізу үшін бізге үнді құдайлары көмектеседі. Себебі бұрында көбіне богинялар осы үнді жерінің үстінде, яғни менталды әлемінде өмір сүрген. И қарап тұрсаңыздар, үнді жерінде рухани тұрғыда даму бұл белгілі бір пикқа жеткен, бірақ рухани дамуды қатты көтерген кезде материалдық тұрғыдан олар бас тартуға тура келген, потому что екеуін бірдей көтеру ескі дәуірде мүмкін болмаған. Сен рухани жолды таңдасаң, материядан бас тартуың керек болған. А если материяны таңдасаң, руханияттан бас тартуың керек болған. И сол себептен осы жерде рухани дамудың пикына жеткенде, бірақ материядан бас тартқан. Жалпы үнді жеріндегі информациялардың, берілген бізге беретін информациялардың өте көбі искаженный. О жақты лас, кір, жаңағындай адамдар надан, басқа ұлттың адамдары үнділерді жақтырмайтындай сондай бір көзқарас қалыптастырған. Бірақ олардың артында просветленный адамдар өте көп, өте көп. Монахтар жаңағындай рухани тұрғыда даму сансара, круг сансарадан шығып кеткен адамдар негізінде өте көп, бірақ ол туралы бізге айтылмайды, потому что қоғам, если сендер рухани тұрғыда дамысаңдар, налар сияқты кедей боласыңдар, налар сияқты биш боласыңдар, аяқтарың күс-күс болып, жейтін тамақтарың жоқ болып жүреді деген мынандай бір образды бізге қалыптастырып берген. И адамдар да уже бессознательно, мен бұны дүниеден онда рахаттанып өмір сүрмеймін ба, маған не керек деген сияқты сондай бір образды бізге қалыптастырып берген. Бірақ оның артында өте үлкен даму, өте үлкен ашрамдар, жаңағындай храмдар, жалпы үнді жері негізі қасиетті жер деп атауға болады. Прям ол жерде екі нәрседе, байлықтың да энергиясы көп, и кедейліктің де энергиясы көп, материалдық дүниелердің де энергиясы көп, мындай кедейліктің барлығының энергиясы мындай бірге жүреді. И үнді жерінің энергиясы негізі адекватно қарай алатын адамға өте интересный.
ол жерде прям қайнап жатқан өмір, қайнап жатқан матрица, и барлық нәрсе ол жақта бар. И халқы қаншалықты кедей болғанмен, ол әлі күнге дейін жер көлемінен жаңағындай өте үлкен орынды алып тұруы сол дүниелермен байланысты. Яғни бізге осы Умай жобасында сол үнді құдайларының энергетикасы арқылы біз о бастағы началаны, о бастағы энергияны көре алдық. Жалпы сол дүниенің барлығын осы Умай жобасында айтатын боламын. Жалпы бұл проектіні барлық әйел адамның алғаны дұрыс. Ол жасы үлкен ба, кіші ма, маңызды емес. Барлық әйел, менің кейбір адамдар айтып отыр да, менің жатырым жоқ, мен алмай қояйын деп. Жоқ, жатырыңыз жоқ болса, сіз әйел емессіз деген сөз емес. Сіздің ДНК-ңызда и так уже әйелдік энергиялар жүктелген. И әйел адамның физикалық денесі бұл бүкіл расталардың ішінде, бүкіл ғаламшардың ішіндегі ең әдемі дене. Мен өзім қазір дизайнерский оқимын ғой. И біз андай саламыз ғой нелерді, киім үлгілерінің түрлерін, жаңағындай. Сол кезде именно әйел адамның образын салу ол настолько қиын. Ер адамдарға любой образды осылай костюм бір нәрсе, шалбар, былай бит саласында, ал әйел адамның иығын салу, төсін салу, бедрасын салу, даже аяғын салудың өзі кәдімгідей искусство. И мен сол кезде поняла, что әйел адамның телосының өзі настолько идеальный, настолько ол деген керемет нәрсе. И өте қиын функция. И сондай функцияны игере тұрып, өз денеңді жек көру, өз денеңді қабылдамау, ол нағыз ақымақтық деп сондай бір рисовать етіп отқан кезде сондай бір озарение келеді. И поэтому мен сіздердің барлықтарыңызға айтам, бірінші өз денелеріңізді жақсы көріп үйреніңіздер. Негізі бұл жобаны о бастағы жоспарында бұл нәрсе жоқ болған, бірақ мен кеше осы дүниені қосуды ұйғардым. Бізде айтады да, бізге всегда өзіңді жақсы көр, өзіңді құрметте, өзіңді бірінші орынға қой деп айтады да, бірақ оны қалай жасау керектігін біз түсінбейміз. Мен өзімді жақсы көріп тұрмын деп ойлап тұрамыз да, бірақ мына жерде непринятие, бір чувстволар болып тұрады. И сол нақты өзіңді жақсы көру, өзіңе көңіл бөлу, өзіңнің өзіңе деген қарым-қатынасыңның қандай болу керектігі жайында тоже бір техника және ақпарат беремін деп шештім. Потому что бізде женское началоға оралған кезде өзімізді жек көру, өз теломызды қабылдамау деген сияқты нәрселер негізі болмауы қажет. Егер ондай дүние болса, біз нағыз әйелдік энергияға орала алмаймыз. Бұрында қарасаңыздар, богинялардың олар внешностьпен ешқашан алыспаған. Оларда қарындары қампайып кетсе де, беттер салбырап кетсе де, олар настолько женственный, настолько сексуальный, прям любой еркек қараған кезде оларды жақсы көріп тұрған. Олар никогда менің мына жерім мұндай болып тұр, мына жерім сондай болып тұр деп айтпаған. Ал кейін сол дүниені жабу мақсатында әйел адамдарды өздеріне жиіркенішті ететін программалар қалыптасты. Например, идеальное тело. Бүкіл әйелде осындай болу керек деген бір моданы құрастырды, иә. И әйелдер соған сәйкес келмесе, өз-өздерін жек көре бастады. Ал ол өз-өзін жек көре бастаған кезде, бүкіл порталдың, бүкіл жаңағы жоғарыдан келетін энергиялардың барлығы жабыла бастайды. И әйел адам өзін принимать етпеген кезде жердің вибрациясы солай түскен. Әйелдердің аузын жабу арқылы, энергиясын жабу арқылы, жатырын бітеу арқылы әйелдерге не обязательно қайта-қайта бала туу. Көп бала тудыра берген сайын әйел энергетикалық тұрғыда қалыптасып үлгермейді. 10-15 бала туған кезде оның энергиясы белгілі бір дәрежеге көтеріледі да, қайттан түсіп кетеді, қайттан көтеріліп, қайттан түсіп кетеді. Яғни мынау жердің вибрациясы әйелдік физикалық денесімен байланысты. Солай нені түсірген, жердің вибрациясын түсірген. Енді қазір потихоньку уже 2012-ден бері қарай қарасаңыздар, бала туылу саны азайып келе жатыр. Бұрында бізге айтты, бала тумасаңдар, ойбай, халықтың саны азайып қалады, халықтың саны бүйтіп қалады, сөйтіп қалады, басқа мемлекет жаулап алады деген сияқты әйел адамдарды бала туатын аппарат ретінде ғана қалыптастырды. Ал вот 2012-ден бастап кармический отработкалар екі әлем біріккелі бастап бала туу саны азайды. И получается, әйелдердің энергиясы өзінің бойында толыса бастады. Яғни ода где-то 3 бала бар,
ода 10 бала емес, и ол жаңағындай энергетикалық тұрғыда толыса бастады да, и әйелдер ояна бастады. Қарасаңыздар, рухани тұрғыда оянып жатқан адамдардың где-то 80% ол әйелдер. И әйелдердің қазіргі күнде қабілет ашылып жатқандардың барлығы почти әйелдер. Еркектер өте аз. Яғни бұл деген бөлу емес, бөлушілік санамен айтып тұрған жоқпын, бұл по факту. Еркектің начало туралы, ол еркектің начало деген нәрсе, ол вообще күшті нәрсе, ол туралы да қазір айтам. Яғни әйелдік жаңағы энергия бала туу быттан шыға бастадық та, и бізде потихоньку уяну процесі басталды. И бізде белгілі бір энергия жиналған кезде бізде жаңағындай рухани қабілеттер ашыла бастады, қасиеттер ашыла бастады. И біздің мындай ақпарат қабылдайтын жүйелеріміз жақсы жұмыс жасай бастады. И әйелдер көнбейді уже бұрынғыдай ата енеге бағыну, бала туып отыру деген сияқты нәрселерге әйелдер уже көнбей бастай бастады. Яғни бізде уже ДНК-да ақпарат осылай потихоньку көтеріліп жатыр. И Умай жобасынан кейін көп адамдарда осы ДНК-ларда ояну процесі басталады. Бізде оны түсінбейді, потому что қазір ақылға сыймайтын дүниелер уже болып жатыр. И бізде атака жасау мүмкін. Егізі белгілі бір дәрежеге дейін ғана барады. Мысалға, ғылыми деректерде зерттеулер белгілі бір жерге барады да, ары қарай тіреліп қалады. Яғни толықтай ашылмайды. Потому что бізде шектеулі. Ал сезім, жан бұл шектен тыс. Сол себептен миға сыймайтын түсініксіз дүниелер қазіргі таңда өте көп болып жатыр. Даже біздің сезімдерімізді өзі түсініксіз болып бара жатыр. Бізде осыған дейін белгілі бір базовый чувстволар ғана болды, 5 чувство. И сол чувстволарды біз разбираться етіп үлгердік, психологиялық жаңағы әртүрлі білімдер арқылы разбираться етіп үлгердік. Ал қазір бізге дуэтова сезініп көрмеген чувстволар қосылып жатыр. Сол базовый 5 чувстводан бөлек бұрында сезінген, қазір адамның заттың нетпеген жаңаға түсінбеген 5 чувствосынан бөлек 5 чувствосынан бөлек эмоциялар қосылып жатыр. И отырасын, и саған бір чувство келеді, ана чувствоны айтайын десең, сөзге шықпайды. Ондай чувство жоқ әлемде. И айтасың, мына жақта чуть-чуть андай радость бар, и чуть-чуть мұң бар сияқты, и чуть-чуть бір ашу бар сияқты, бірақ бұлардың бәріне чуть-чуть ұқсайды, бірақ ұқсамайды деп андай бір тіл байлығың жетпейді да ол сезімдерді айтуға. И бізде қазір внутренний әлемде сондай бір сезімдер қосылып жатыр. И біздің бізде бұндай чувство до этого болмаған, бұл бізге опасность дейді, тревожность қосып жібереді. И адамда ана чувстводан бөлек тревожность қосыла бастайды. Ойбай, со мной что-то не так, бір нәрсе болып жатыр, не болып жатыр, не сұмдық болып жатыр деген сияқты. Потому что мидың функциясы бізді защищать ету ғой. И как будто ана чувство бізде ДНК-да қосылған кезде біздің умымыз ойлайды, что ол вирус дейді да, андай вирусты жоятын тревожностьті қосып жібереді. Яғни бізде осындай ояну процестер жүзеге асып жатыр. И бұның ешқайсысын ғылыммен, жаңағындай бір деректермен, до этого болған нәрселермен тілге жеткізіп айта алмайсың. Бұл нәрсені только сезінесің, и сезім арқылы ғана жеткізесің. И бізде болашақта телепатия болады. И мен осыны жеткізе алмай тұрам ғой, бір чувствоны, чуть-чуть бір нәрсе бар, мына жақта мынандай бір радость бар, бір бәле чувство деп айтамын ғой. И тілің жетпейді ол нәрсені жеткізуге. И бізде телепатия қосылған кезде мен ана чувствоны ана адамға лақтыра салам, и ана адам соны ощущать етеді. И осылай телепатия арқылы біз сөйлесетін боламыз. И мен мысалға космический партнерыма бір нәрсе өкпелеп қалдым ба, ол үшін сен неге бүйтіп істедің, неғып бүйттің, сен мен бүйткен кезде мен деген нәрде жылағым келді, сен мен сезімді таптадың бірдеңке деп айтып мыжып отырмайсың. Ана чувствоны ана лақтыра саласың, и ол өз телосын да ощущать етеді да, и саған уже пониманиемен қарайды. И сен тоже самый оның чувствосын ощущать етесің да, оған түсіністікпен қарайсың деген сияқты. Яғни бізде телепатия орнап жатыр. Бұның барлығы потихоньку болып жатыр. Бірінші біздің ішкі әлемімізде болады. Ночь темной души, жаңағындай бір трансформациялық периодтардың барлығы біздің ДНК-дағы сол ақпараттарды ашады. Яғни бізде сондай түсініксіз дүниелер болып жатыр. Негізі біз осы уақытқа дейін умды качать еттік, ақылды адам самый лучший адам болды. Ботаник болса, ой, самый керемет деп айттық та. Бірақ ақылды, умный профессор болған адамдардың негізі көбісінің, енді бәрінің емес әрине, көбісінің сезімдері жоқ болады. Олар сезімдеріне
игнор жасайды да ақылмен шешеді. В основном олар жаңағындай атеисттер, құдайға сенбейтін атеисттер. Бұл ғылымға кіріп кеткен, бірақ оларда чувство жоқ. И просто андай бір белгілі бір дәрежедегі программамен ғана өмір сүреді. Вот осындай жерде осылай айтылған, осы жерде осылай айтылған, болды. Айтылған, жазылған нәрседен басқа нәрсені жоқ деп ойлайды. А оның артында қаншама бір чувство бар, қаншама түсінбейтін, бізге оны жанымыз ғана түсіне алатын ақпараттар бар. Яғни біз осы уақытқа дейін умды качать еттік, енді умды орнына балансқа түсіреміз да жүректі көтереміз. Яғни болашақ бізде 7 чакра бар. Біздің чакраларымыздың өзі бөлінген, аджна, жаңағындай горловая чакра, сердечная чакра деген сияқты чакраларымыздың барлығы бөлінген. А когда адам оянған кезде, адам едине сознание Богаға келген кезде, мынау чакраның барлығы, бізде 7 чакрадан бөлек, тағы да 12 чакраға дейін бар. И сол чакраның барлығы былай бірігеді, мына жерде сердечный чакрада ғана түйседі. Осы жерде единый ғана чакра болады, бір ғана чакра адамда. Именно чакра бүкіл чакраның энергиясымен бірігеді, осылай жарық алып келеді. И адамның жаны жанады сол кезде, жүрегі жанады. И басқа чакралардың барлығы потихоньку осы бір чакраның ортасында түйсетін болады. Яғни біз сол кезде единое сознание Богаға бөлінеміз. Біздің даже чакрамызды жердегі матрицаға байланысты бөл құрастырып берген. И яғни осы дүниелердің барлығы біздің денемізде қазір потихоньку болып жатыр. И біз ол нәрселерге қарсыласпауымыз керек. Біз оны никак тоқтата алмаймыз, потому что ол оборотқа айналып кетіп қалған нәрсе. Оны тоқтата алмаймыз, тек физикалық денемізде, өмірімізде болып жатқан нәрсені принимать етеміз. И просто алып қойған дүниені отпускать етеміз, барлық нәрсеге көну, наблюдениемен қараймыз. И адам наблюденияға түскен кезде уже тревожность, эмоциональный бір тұрақтылықтың болмауы деген нәрселер болмайды. Именно сол наблюдение, жаңағы ішкі дүниелер туралы мен ол кезде неде айтам? Нүкте деген проект шығады, күзге таман или жазның ортасына, соңына қарай. Сол кезде айтатын болам, ал бізде қазір физикалық денедегі осы женское началоның оралуы жайында айтатын болам. Яғни бізде әйелдік энергия осылай қазір қалыпқа келіп жатыр. И әйелдік энергия разрушает барлығын. Жердегі бүкіл разрушениялар, сізді күйіңіз тастап кеткен жоқ, сіз разрушать еттіңіз отношенияны. Сізді жаңағындай бір жұмыстан шығарып жүрген жоқ, сіз женская энергиямен ненормальный дүниені разрушать етіп, сжигать етіп жүрдіңіз, сіздің энергияңыз. Сізді ешкім тастап кеткен жоқ, айналаңыздағы достарыңыз, туған туыстарыңыз. Сіз сжигать етіп жүрдіңіз оларды. Вот, яғни женская энергия феникстің энергиясымен бірігеді, сжигает бүкіл ненормальный до этого. Енді оны ненормальный деп те айтуға болмайды. Өтуіміз керек болған опыттар, бізге қазір керегі емес, болашақта қажеті жоқ болатын программалар, яғни ескі матрицалық жүйені сжигает. Яғни тектік программалар, ата-анадан келген программалардың барлығы сжигаться етіп жатыр. И қазір қарасаңыздар, температура, грипп сияқты аурулардың көбейіп кетуінің себебі сода. Вроде далаға шықпайсың, ешкіммен контактқа түспейсің, үйде жатасың да өз-өзіңмен температура болып ауырып қаласың. Яғни сондай сжигание болып жатыр біздің тәнімізде. Яғни осы Умай жобасында осы әйелдік начало, әйелдік энергия жайында ақпараттармен бөлісетін боламын. Және ол жерге келген адамдардың көбісі осындай женский началоның полясына кіреді. И ол поля тоже адамда бір күн емес, 2 күн емес, 1 жыл уақыт аралықта жұмыс жасайтын болады, потому что оны бір күнде завершать етіп тастау это невозможно. Менің өзімде до сих пор жаңағындай перепрограммирование болып жатыр. И андай осознанностьтар келеді әйелдің теласы туралы, әйелдің шашы туралы, әйелдің денесі туралы деген сияқты. Одан кейін ол жерде тағы айтамын, жыныстық қатынас кезіндегі өте үлкен порталдар ашылады. Вообще жыныстық қатынас кезінде бүкіл тек, бүкіл рухтар, бүкіл әруақтар осылай былай энергияны әйел адамға береді. Яғни әйел адам какой-то бір энергияны өзінің денесі, яғни әруақтардан, күштерден, жоғары күштерден келетін энергияны өзінің денесіне жүктейді да, өзінің күйеуіне береді. А күйеуі оны материалдық әлемге жаңағы іс-әрекет арқылы алып келеді. Вот. И сол қалай болатындығы жайында айтам.
және ол жерде кішкене андай бір интимный дүниелер туралы да айтатын боламын. Одан кейін овуляция кезінде қандай энергетикалық тұрғыда өзгерістер болатындығы. Жалпы етеккір келген кезде әйел адамдар не істеген бұрында? Богинялар, жрицалар не істегендігі жайында айтатын боламын. Именно жыныстық қатынас кезінде қандай өзгерістер болатындығы жайында, не үшін еркек пен еркек қосылмайды, не үшін әйел мен әйелдің қосылуы бұл бөлек дүние, ол нәрсеге жаңағыдай қатты рұқсат жоқ. Жалпы сондай ақпараттар жайында айтатын боламын. Одан кейін бұл сабақтан кейін я думаю, что көп әйел адамдардың самооценкасы, самоценності өседі. Вот эго емес, тәкаппарлық емес, мен әйелмін, сен маған бағыну керексің деген дүние емес. Вот реально махаббатқа толы бір энергия ашылатын болады. И бізде жаңағыдай зависимосттардың жаңағы несі программалар сжигаться етілетін болады. Потому что әйел адам ешқашан ешкімге зависимый болмаған. Финансовый жағынан да, энергетикалық жағынан да, эмоционалдық тұрғыдан да зависимый болмаған. Вот сол дүниелер туралы айтатын боламын. Одан кейін жаңағы бұрында египетский богинялар, жалпы индийский богинялардың жасаған техникаларын сіздерге беретін боламын. Бұрында әйел адамдар тек өзінің энергиясымен алысатын болған. Өзінің ішкі әлемімен, ішкі ресурсымен, ішкі әлемінің тыныштығымен алысатын болған. Кейін оны алып тастады да әйел адамдарды тамақпен, баламен, бытовухамен алыстырып қойды. Әйел адамның энергиясын солай басып тастады. И жер ана, жер әке емес. Яғни жер ананың оянуының өзі осы әйел адамдардың энергиясының оянуымен тікелей бірдей келеді. Яғни бізде женская энергия жер ананы оятады. Поэтому именно переход кезінде, именно бір оянатын кезде әйел адамдардың көптеп дүниеге келуінің себебі сол. Енді бұл жерде біз мужское началоны жоққа шығара алмаймыз. Мужское начало жоқ болатын болса, женское началоның бары не жоғы не көк тиын. Потому что екеуі инь мен ян сияқты баланста болуы қажет. Жалпы қараңыздар, бізде керісінше істеп тастаған әйелдерді жүрек чакрасын ашып тастаған да, жатырдағы чакраны жауып тастаған. Әйелдер барлығын жүрегіне қабылдайды, жүрегі ауырады, баласына да, немересіне де, көшедегі біреуге де сердечный чакрамен өмір сүріп кетті әйелдер. Поэтому жатыр тұсы, жатыр энергиясы көп әйелдерде ауырады. Женская аурулар көбейіп кетті. Потому что әйел адам сердечный чакрамен өмір сүрмеуі керек. Ол әйелдік энергиямен, женская энергиямен, жатырдың энергиясымен өмір сүру керек. Ал бізде энергияны ауыстырып тастағандықтан жүрегімізді ашып тастады да қатты, ал жатырымызды жауып тастады. Ал еркектерде, наоборот, еркектер сердечный чакрамен өмір сүру керек. Олар екінші чакрамен, сексуальный чакрамен өмір сүрмеу керек. Оны тұрды да тоже ауыстырып тастады. Еркектердің барлығы сексуальный жаңағы неге кетіп қалды? Дүниелерге. Ал сердечный чакраларын жауып алды. Яғни қатыгездік танытты, абьюз жасайды, манипуляцияның түр-түрін жасайды. Яғни сердечный чакраны жауып тастады. Сол үшін ер адамдардың көбісі белгілі бір жасқа жеткен кезде жүрек ауруынан көбісі қаза табады. Қарасаңыздар, еркектердің жүрегі көбірек ауырады. Одан кейін, потому что олар сердечный чакрамен емес, жыныстық чакралармен, жыныстық энергиялармен өмір сүріп кетті. Ал о бастағы начало наоборот. Еркектер өте добрый болу керек. Кеше бізге сабаққа бір ер адам келді. И ана ер адамның энергиясы прям кайф. И ана ер адамның қасында, даже просто ол кісі сабақ алуға келген, и қасында ты чувствуешь настолько на безопасности. Можешь ол кісіге доверять. И біз мына жерде техника жасап ойнаған кезде, мен ол кісінің полясына кірген кезде маған айтады да, тәлімгерлер, вот
осы неискаженный мужская энергия дейді. Ана кісі настолько добрый, прям күліп қалған, сондай бір нәрсе айтсаң, я деп барлығын принимать етеді да, и кайф. А бізде еркектер қабағы түйілген, папаларынан қорқады, балалардың барлығы сондай вот образын өзгертіп тастаған. Бірақ вот еркектер сондай добрый болу керек, неискаженный формада. Добрый, ақкөңіл сондай болу керек та. Ал әйел адамдарға заложено кішкене андай қулық, жаңағындай бір ойнататын бір дүниелер, дерзость, сондай бір нәрселер әйел адамда заложено. А бізде наоборот, әйел адамдарды добрый қылып тастады да, еркектерді злой қылып қойды. На самом деле екеуі наоборот болу керек. Наоборот болғанда екеуі баланста болу керек. Әйел адамның энергиясы оның добротасынан байқалмайды. Оның жаңағындай женское началосынан байқалады. Ол әйел адам сонысымен тәтті болады, сонысымен қызық болады. Ал ер адам өзінің добротасымен, өзінің жаңағындай жақсы көруімен, махаббатымен қызық. И соны өзгертіп тастаған. И бұрында қазір деген қыздарды еркектер таңдайды ғой, а бұрында наоборот болған. Қыздар таңдайтын болған ер адамдарды. И біздің қазақта прямандай қыздар күшті отшивать еткен ғой ұлдарды. Андай бір көне мәдени тілдермен. Яғни бұрында сондай болған, и кейін патриархаттың пикке шығу уақытында барлығы керісінше өзгеріп кеткен. Жалпы осы дүниелер туралы ақпараттар беремін. Бізде 8 наурыз күні емес, 9 наурыз күні өтетін болды сабақ. Почему? Потому что 8 наурыз күні көп әйелдер бос емес, көбісі эфирға кіре алмайды. Сол себептен 7 наурыз күні тоже ажиотаж болып жатады. Лучше 9 наурыз күні сағат 20:00-ге, яғни 8-ге ауыстыратын болдым эфирді. Бірақ техникаларды мен жүктей беремін. Ертең ар күні осы техникалардың жүктей беремін. Эфир бөлек жүктеледі, бөлек рилс бол, бөлек. Ал эфирдің өзін 9 наурыз күніне ауыстырдық. Жалпы осы дүниелер туралы ақпараттар беретін боламын. Тағы қандай ақпараттар болатынын сәл ұмытып тұрмын. Вот, потому что эфирге сәл дайындықсыз шықтым да. Осы нәрселер туралы айтамын. Бұл сабақтың құнын 22.222 теңге деп қойдық, яғни екінші чакрамен байланыстырып. 8 наурызға өздеріңізге сыйлық ретінде алсаңыздар болады. Так, сұрақтарыңыз бар ма осы нәрселер туралы? Тіркеу негізі бізде 9 наурызға дейін болады. Бірақ 9 наурызда қаттандай ажиотаж болып кетуі мүмкін. Поэтому ертерек алғандарыңыз дұрыс. Одан кейін записті да алуға болады. Записті наурыздың соңына дейін ала аласыздар. Одан кейін уже полностью оны жауып тастаймыз. Потому что мен энергиям кетіп тұрады, мен келесі неге дайындалуым керек. Тек бір эфир болады, оңайда. Эфирді сақтауға тырысам, сақталатын шығар. Қатып қалып жатыр ма? Бізде жақта сет сәл слабый. Ақгүл ханым қалай ем жүріп танымаймын ондай кісі, кім ол кісі. Мен андай адамдарды есіме сақтамаймын. Соғыс жайында айта кетіңіз, Қазақстанның болашағы. Жалпы бұл соғыстың болатындығын бізге былтыр көрсеткен болатын. Жанат тәте жазды, сториске қарасаңыздар болады. Былтыр көрсеткен болатын, осындай соғыс болады деп. Адамзаттық кармадан шығып жатқан кезде өркениеттік карма қосылады, және ол өркениеттік карма соғыспен басталады деп айтылған болатын. И бізде қазір адамзат өзінің кармасынан шығып жатырған кезде өркениетаралық карма қосылып жатыр. И сол себепті жерде жаңағындай не болып жатыр? Соғыс болып жатыр, соғыс басталып жатыр. Бірақ бұл соғыстың нәтижесі өте жақсы болады. Неге? Себебі адамдар осы соғысты көру арқылы уже соғыстан шаршайды. Хватит. Соғысқа қарсы қоғамдар құрастырылады. Одан кейін әлемде соғыс деген нәрсенің энергиясы, соғыстың эгрегоры
недавно өлді. Соғыстың эгрегоры уже жоқ, ол босатып кетті. Енді мынау андай остатоктар болады, осындай остатоктарынан. И бұл нәрсе 3D матрицаны басқарып тұрған күштер бар ғой, 3D матрицаның иелері. Сол иелері толықтай жерден кетеді. Ол иелері негізі жаңағындай патшалар, президенттер, зиялы қауымдар. Олар болашақта жаңағындай президенттердің өмірден кетуі деген сияқты дүниелер көп болуы мүмкін. Яғни 3D матрицаның иелері матрицаны босатады. Соғыстан кейін жалпы халықтың жүрек көздері ашыла бастайды, саналар кеңейе бастайды. Бұрынғыдай алыс-беріс, жаңағындай соғыс, жер қорғау, бір-бірімен бүйтіп тіресіп тұру деген сияқты дүниелердің барлығы тоқтайды, және одан кейін шекаралар ақырын-ақырын алына бастайды. Яғни бүкіл ел бір тұтас елге айналады. И сөйтіп жұмақ санасында нағыз 5D измерениеде өмір сүретін боламыз. Олар неге жарты ол туралы айтпай қойын, ол слишком күрделі болып кететін шығар. Вот поэтому соғыстың болатыны это неизбежно. Соғыстан кейін болатын экономикалық кризистер это неизбежно, но это все к лучшему. Адамдар жаппай оянады. Оянған, оянбағандар деген негізі бөліну жоқ. Просто бізге түсінікті болуы үшін кішкене біз солай айтамыз. Душалар негізі көбісі оянбауды таңдайды, потому что душаларға ойнау қызық. Ал оянғанды таңдағандар олар высші кетеді. Біз қазір айтамыз ғой, вот жұмақ санасына көтерілеміз, ол жерде нандай нәрселер болады деп. И біздің эгомыз бөлінушілікте тұрады да, маған жақсы жаққа кетуім керек, ойбай, мен оянуым керек деген дүниені жасайды. А на самом деле душа таңдайды оны. И душаны таңдауы қалай болады, солай болады. А душалардың көбісіне ойнау қызық. Потому что олар деген жерге ойнау үшін келді ғой. И ойында тұрған жаңағындай жандар тоже өте көп. Қазақстанда кредит кешіріле ме? Не үшін кешіріледі? Кешірілмейді, алған кредитіңізді төлейсіз. Ол кредиттің соғыспен дым қатысы жоқ. Кредитті кешіру деген, білмеймін, жасаған нәрсеңе жауапкершілік алу керек сияқты. Алдың ба, төле. Төле алмайсың ба, алма. Кредитті ешкімге заставить етіп алғызбайды. Адам өзінің балаң саналығында, ақшаны жаңағындай эмоциямен жұмсағысы келіп, біреудің алдында керемет көрінгісі келіп, сондай нәрселермен алады. Оған өкіметтің дым қатысы жоқ. Кредитқа кіріп, өкіметті кінәлайтын адамдарды мен қызық ішінде бір күлкім келеді. Как так можно деген сияқты. Даусыңыз Жанат ханым сияқты дейді. Бізде бүкіл нәрсе андай болып кеткен, синхронды. Алматы тұсында Қытайлар келіп қала салып жатыр дейді. Олар ұйғырлар мен моңғолдар, білмеймін мен ондай нәрсе. Не болса да бәрі жақсылыққа. Все к лучшему. Барлығы жоспар бойынша. И бүкіл мынау менталды әлемде, білесіздер ма, мынау соғыс негізі менталды әлемде былтыр болып қойған. Физикалық әлемде қайталанып отыр. Біздің любой нәрсеміз бірінші менталды әлемде болады. Бізде оңай жобасы да ол менталды әлемде былтыр болып қойған. А жерде біз просто соны қайталаймыз. Оңай сабағын алу үшін қазір номер қалдырамын, сол номерге жазсаңыздар болады. Бүгінгі күннің суығы басқалай дейді. Менің тенімді таппай жатқанымда мән бар ма дейді. Өзіңізден қашпаңыз. Теңіңізсіз ақ бақытты бола алатын дәрежеге жеткен кезде жолығады. X жобаға неге белгілі бір уақытты таңдап шақырасыздар? Қараңыздар. X жобасы, проект X, бұл душа деңгейіндегі процесс. Бұл жерде барлық душалар ол процесстен өте алмайды. Мысалға, әртүрлі ғылымдар, жаңағындай кармология, нумерология, психология деген сияқты ілімдер
бұл біздің физикалық тәнімізге қазіргі дианаға арналған ілімдер. Мен бұл ілімдерден өтіп, мынау диананың болмысын зерттеп, түсініп, психикасын түсініп алмасам, мен мынау проектқа келетін болсам, жаңағындай түсінбей, мынау проекттің энергиясы, мен ол энергияны көтере алмай қалам. Почему? Потому что мына жерде бір диананың душасы бар, а мына жақта диана деген рухтың 5000 душасы бар. Бір душаңның эмоциясын, бір душаңның психикасын түсінбей жүрген кезде 5000 душаңның энергиясын қалай көтересің? Сол себептен бізде проекттан более психологиялық тұрғыда здоровый, зрелый тақырыптарды өте жақсы түсінетін адамдар өтеді. И сол адамдарға мына проект X прям жағады. Ал егерде өзінің қазіргі эмоциясын түсінбейтін адамдар өтетін болса, ол жерде қатты энергетикалық тұрғыдан загрузкалар болады, ол загрузканы көтере алмайды. Поэтому барлық адам өзінің уақытында өтеді. Біреуіне 1 жыл күтеді, біреуі 5 жыл күтеді, біреуі қай уақытта дайын болады, сол уақыттан өтеді деген сияқты. Ол туралы біз өте көп айттық. Умайға қатыспағандарға не болады? Умайға қатыспағандарға түкте болмайды. Қатысу, қатыспау сіздің өзіңіздің еркіңіздегі дүние. Ешкімді еш нәрсеге міндеттей алмайсың. Баян мен Тұрсын өз болмысында дейді, я. Ол кісілерге де уже космический пара деп айтуға болады. Достар, золотой геномнан өттім, енді жоба X-тан өту керек. Золотой геномның полясы негізі өте күшті. Мен сізге айтатын едім, сол поляны полностью өзіңізге сіңдіріп барып, проекттан өтуге келсеңіз болады. Мына жақтан сіңбей жатып, екіншісіне жүгіріп, екіншісінен үшіншісіне жүгірудің қажеті жоқ. Может, сізге золотой геномнан кейін проект X өту не обязательно шығар. Олай аннан, мыннан, анда жүгіре берудің де қажеті жоқ. Адам қарныңыз тойып тұрады, бірақ оның үстінен жей берсеңіз жарыласыз ғой. И еще ол нәрсенің барлығы сізде тұрады, қорытылмай. Лучше бір нәрсені қорытып алып, одан кейін барып келесі нәрсеге қарның ашқан кезде ғана барған дұрыс шығар. Әлемде болып жатқан нәрселерді өте қатты уайымдадым, тазару деп ойлаймын. Мен мүмкін қатыгез шығармын. Өзіңізді қатыгез деп ойлайсыз. Но это нормально. Потому что бізде ойбай, тревожиться етуді, жылауды, сықтауды, всегда болашақ туралы қорқып отыруды үйретті ғой. А когда сен барлығын түсінесің да, именно қорқыныштың бәрі түсіп қалған кезде, мен қатыгез болып кеттім ба, жүрегім жабылып кетті ма деп ойлайсың. На самом деле это нормальное, зрелое состояние. Золотой геном деген тоже проект. Ол орыстардың проектісі. Мен ол проект туралы қатты көп нәрсе білмеймін, но золотой геномның кеңістігін көргем. Короче, ол жақта проводниктер жоқ. Жоғарғы әлемде проводниктер бар, физикалық әлемде проводниктер жоқ. Короче, бәрін өзің еске түсіресің. Сіз дианасыз ба, танымай отырмын. Мен күннен күнге өзгере беремін десең. Жоба X 300 мың. Диана ханым, мен де өте көп сабақтарды сатып аламын дейді. Біреусін сіңдіріп алған дұрыс шығар. Мен білмеймін, енді өздеріңіздің таңдау еркілеріңіз бар ғой. Қазір неге бәрінің ауырып атқандығы жайында айтты. Достар, барлықтарыңызға көп рахмет. Мен қазір бір жерге баруым керек. Эфирді сақтап тұрсам. Ретрит өткім келеді. Диана, Шымкент қаласы. Қандай ретрит? Біз ретрит жасамаймыз ғой. Барлықтарыңызға рахмет.
тағы да сіздерге көп алғыс айтамын. Өте маңызды ақпарат үшін рахмет. Қазір мен номер сақтап қоямын. Сақтауға тырысамын, эфирді.